қарызы барлар мына видеоны тыңдасыншы. Парақшама тіркеліп, плюс қалдырып кетіңіз. Адамның миы қарызда жүрген кезде бұлай жұмыс жасайды. Осында ылғи да қалып қояды екен деп. Ол қиналады, уайымға түсіп кетеді, тревогаға да болады. И ойлайды, бітті, мен осында қалып қоям. Бұл мендегі мәңгілік түнек сияқты болып тұрады. Шындап келген кезде бұл жалған. Сіз бұл нәрседе ешқашанда қалып қоймайсыз. Бұдан шығасыз. Бұл уақытша ғана сізге берілген дүние. Просто бір сабағын алуыңыз керек болып жатыр. Алла тағала осы арқылы сізді бір нәрсеге үйретіп жатыр. Алла тағала мені не нәрсеге үйретіп жатырсың? Бәлкім сізді өзіне жақындаттырып жатыр. Бай болуға үйретіп жатыр. Жауапкершілікті алуға үйретіп жатыр. Осы нәрсені тауып алсаңыз, осыны өзіңізге алып, сонымен жұмыс жасасаңыз, сіз бұдан шығып кетесіз.